Бұл әңгімені айту оңай емес. Өйткені кейбір шындықтар бар. Оларды айтсан, жұрт сені түсінбейді. Ал үндемесең, өзімді өзім жейсің. Менің күйеуім мүгедек болып қалған күннен бастап, біздің үйде тыныштық деген ұғым өзгерді. Ол апатқа түскенше бәрі басқаша еді. Біз кедей болған жоқпыз, байда емес едік. Бірақ бір-бірімізге сенетінбіз. Ол еркек ретінде өзін керек сезінетін. Мен әйел ретінде сүйіккедім. Үйімізде күлкіде, жоспарда, болашақта бар еді. Сол күн. Телефон сырылдағанда жүрегім бір жамандықта сезгендей болды. Жол апаты, ауыр, аурухана. Одан кейінгісі есімде үзік-үзік. Дәрігердің салқын дауысы, ақ қалат, ұзақ үнсіздік. Белден төмен сал болып қалды деген сөз санамды қақ жарып өткендей болды. Алғашында мен өзімді батыр сезіндім. Мен шыдаймын, мен тастамаймын, мен жанында боламын дедім. Шынымен солай ойладым. Алғашқы айлар. Түн ұйқын 4 бөлінді. Оны аудару, жуындыру, дәрі беру. Ол бұрынғыдай сөйлеспейтін болды. Көзінде ыза мен ұят аралас бір ауыр нәрсе тұрды. Ер адам үшін ең қиын нәрсе өзін керексіз сезіну екенін сол кезде түсіндім. Ал менше, мен әйел едім. Мен де тірі жан едім. Бірақ менің шаршауымды ешкім сұрамады. Менің көз жасымды ешкім көрмеді. Түнде бәрі ұйықтағанда мен ас үйде үнсіз отырып жылайтынмын. Өзімнен ұялатынмын. Өйткені кейде, айту қиын. Кейде мен басқа өмірді аңсайтынмын. Сол кезде көршіміз Арман. Ол бізге жиі көмектесетін, ауыр заттарды көтеріп береді. Кейде дүкенге барып келеді, үндемей істейді. Артық сұрақ қоймайды. Бір күні ол күйеуімді арбасымен сыртқа шығарып берді. Мен артынан қарап тұрдым. Сол сәтте бір нәрсе болды. Арман маған қарады. Қарапайым ғана көзқарас, бірақ ішінде аяу да, түсіну де, тірі адамның жылуы да бар еді. Мен сол жылуды көптен бері сезбеген едім. Сол түні мен ұзақ ұйықтай алмадым. Өз-өзіме 1000 рет сұрақ қойдым. Мен жаман әйелмін бе? Мен апасыздық туралы ойлағаным үшін ақ күнәкармын ба? Мен ештеңе істеген жоқпын. Әлі. Бірақ жүрегімде бір есік сәл ашылғандай болды. Ал ол есіктің ар жағында не тұрғанын мен ол кезде білмедім. Кек бір нәрсені анық сездім. Мен іштен сынып бара жаттым. Апаттан кейін күйеуім мүлде басқа адамға айналды. Бұрын ұсақ түйекке ашуланбайтын, ал қазір бір сөзім, бір қозғалысым жеткіліктеді. Керек емес, өзім істеймін, кейіспе. Ал өзім дегені шын мәнінде мүмкін емес екенін екеуіміз де білетінбіз. Ол маған ауыр болғысы келмеді, ал мен оған тірек болғым келді. Бірақ осы екі ниет бір-біріне соғылып, ортасында суық үнсіздік қалды. Түндер ең қиын кез еді. Ол терезеге қарап жатады, мен қабырғаға қарап жатамын. Арамызда небәрі бір төсекте жатсақ та, ара ғашықтық жылдарға тең болды. Сол күндердің бірінде Арман тағы келді. Бұл жолы күйеуім оны өзі шақыртқан. Бірдеңе сынған екен. Арман үнсіз жөндеп жатты. Мен ас үйде шай қойып жүрдім. Кенет қолым дірілдеп, кесені түсіріп алдым. Сынықтар жан-жаққа шашылды. Қолыңды кесіп алма, деді Арман жай ғана. Ол қасыма келді. Өте жақын тұрды, бірақ тиіспеді. Сол аралық, бір қадам ғана, бір дем ғана. Жүрегімнің қалай соққанын әлі ұмытпаймын. Мен бір сәтке әйел екенімді сезіндім. Аяп емес, міндет үшін емес, жай ғана тірі адам ретінде. Арман көзіме тік қарады. Ұзақ емес, бірақ жеткілікті. Сол сәтте күйеуімнің бөлмеден жөтелген дауыс естілді. Мен селк етіп кеттім. Шындық қайтадан орнына келді. Кешке қарай Арман кетерде, қиналсаң айт деді. Кек осы сөз. Бірақ сол сөздің ішінде мен бұрын естімеген нәрсе бар еді. Рұқсат емес, қысым емес, кек түсіну. Ол кеткен соң өзімді жек көріп кеттім. Неге жүрегім бұлай соқты? Неге көзім ұзатып салды? Неге ішімде бір бос кеңістік пайда болды? Түнде күйеуім кенет. Саған қиын екенін білем деді. Даусы әлсіз шықты.
Мен жылап жібердім. Мен жаман адаммын ба деп сұрадым. Өзімнен емес, одан да емес, өмірден. Ол үндемеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр болды. Өйткені ол маған кінә тағуға да, кешіруге де шамасы жоқ екенін білдіріп тұрғандай еді. Ал мен болсам, мен бір шекараның дәл алдында тұрғанымды сездім. Әлі аттаған жоқпын, бірақ артқа қайтуда оңай емес еді. Адам кейде өзіне өтірік айтуды үйреніп алады екен. Мен де солай істей бастадым. Мен ештеңе істеп жүрген жоқпын. Бұл тек әңгіме ғана. Мен адалмын. Осы сөздерді ішімнен қайта-қайта қайталай бердім. Арманмен сөйлесулеріміз көбейді. Алғашында тек шаруамен, сосын ауа райы, сосын өмір. Бір күні күйеуім ұйықтап жатқанда, Арман ауылда тұр екен. Мен сыртқа шығып кеттім. Түн. Аспанда жұлдыз көп. Ауыл тым-тыныш. Бәрі ауыр болып кеткен сияқты дедім. Өзім де байқамай. Арман үндемей тыңдады. Ол сұрақ қоймады. Сол үшін де сөйлегім келді. Мен кейде өзімді жоқ адамдай сезінем дедім. Бұл сөзді бұрын ешкімге айтпаған едім. Арман терең дем алды. Сен жоқ емессің деді жай ғана. Сен тірісің. Осы екі сөз мені ішімнен шайқап жіберді. Мен жыламадым, айғайламадым. Тек көзім жасаурап, басымды төмен салдым. Сол кезде ол қолын созды. Қолымды ұстады. Бар болғаны қол. Бірақ сол қолда жылу да, тыйым да, қауіп те бар еді. Мен қолымды тартпадым. Дәл сол сәтте ішімде екі дауыс айқасты. Тоқта, бұл опасыздық. Сен де адамсың. Қайсысы жеңгенін өзімде білмей қалдым. Біз ұзақ тұрдық, сөйлеспедік. Кейін мен бірінші болып қолымды босаттым. Бұлай болмайды дедім. Арман басын изеді. Мен ештеңе талап етпеймін деді. Осы сөз мені қорқытты да, жеңілдетті де. Үйге кіргенде күйеуім ояу екен. Сен өзгере бастадың деді ол кенет. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қалай дедім. Көзіңге басқа нәрсе пайда болды деді. Мен соны көріп тұрмын. Мен не айтарымды білмедім. Ол жалғастырды. Мен саған өмір сыйлай алмай отырмын. Ал сенің әлі жасын бар. Бұл сөздер рұқсат емес еді. Бірақ бұл бас тартуды емес еді. Бұл күйреген еркектің мойындауы еді. Сол түні мен ұйықтамадым. Таңға дейін өзіммен күрестім. Ал таң атқанда мен бір шындықты түсіндім. Мен енді бұрынғы адам емеспін. Ал алда не боларын? Жүрегім сезік тұрды. Арман сол күні кешке ғана хабарласты. Қысқа ғана хабарлама. Сөйлесу керек, соңғы рет. Соңғы деген сөз жүрегімді шым еткізді. Бұл шақыру ма, әлде қоштасу ма, өзімде білмедім. Үйде күйеуім тыныш еді. Теледидарға қарап отыр. Дауысы жоқ. Көзінде сұрақ та жоқ. Мен сыртқа шығатынымды айттым. Ол басын изеді. Көшеде ауа салқын. Көрші үйдің шамы жанып тұр. Арман есіктің алдында күтіп тұр екен. Кір деді. Үйі қарапайым, бірақ іші жылы. Біз қарсы отырып қалдық. Ұзақ үнсіздік. Сосын ол, мен сенің күйеуіңе зиян келтіргім келмейді деді. Ал саған ауыр екенін көріп жүрмін. Мен жауап бермедім. Егер осы жерден қазір кетсең, мен тоқтайым деді ол. Бәрін осы жерде қалдырамыз. Міне, шекара. Осы сәтте мені ешкім итермелеген жоқ. Ешкім мәжбүрлеген жоқ. Бұл менің таңдауым еді. Мен орнынан тұрдым. Бір қадам артқа, сосын тоқтадым. Жүрегім тарс-тарс соғып тұр. Мен қатты шаршадым дедім. Бұл мойындау еді. Арман жақындады. Өте жай, қорқытпай. Ол маған қолын кигізбеді. Кек маңдайымды маңдайына тигізді. Сол сәтте мен жылап жібердім. Жылау яттан емес, құмарлықтан емес, жылдар бойы ішімде жиналған жалғыздықтан. Не болғанын егжей-тегжей айту керек емес. Бірақ бір нәрсе анық. Мен шекарадан өттім. Тек тән емес, жан мен. Үйге қайтып келе жатқанда көшелер бұрынғыдай емес еді. Мен де бұрынғы мен емес едім. Күйеуім ұйықтап жатыр екен. Мен оның жанына отырдым. Қолын ұстадым.
Ол оянды. Көзіме қарады. Бәрін түсінгендей болды, бірақ ештеңе сұрамады. Бұл үнсіздік ең ауыр үкім еді. Ал мен болсам, ішімде бір нәрсе сынғанын білдім. Ал енді соның салдары келеді. Таң атты. Мен үшін таң бұрын үміттің белгісі еді. Ал бұл жолы әшкерелену сияқты болды. Үйдің іші тым-тыныш. Күйеуім ояу екен. Терезеге қарап отыр. Мен ас үйге кіріп шай қойдым. Қолым дірілдеп тұр. Ол бірінші болып сөйледі. Мен сені жоғалттым деді. Дауысы қатты емес, айғай жоқ, кінәлау жоқ. Сол үшін де ауыр тиді. Бірақ мен сені ұстап тұра алмайтынымды бұрыннан білгенмін деді ол. Мен жыладым. Мен сені алдадым дедім. Ол басын шайқады. Жоқ, сен өмірді алдамадым. Өмір бізді алдады деді. Осы сөз мені күйретіп жіберді. Ол жалғастырды. Мен еркек ретінде сені бақытты ете алмадым. Ал сен соған шыдауға міндеттемес едің. Бұл кешірім бе? Әлде өз-өзін ақтау ма? Білмеймін. Бірақ сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Кейбір сатқындық айқаймен емес, үнсіз қабылданады. Көп ұзамай ауыл сыбырлай бастады. Көршілердің көзқарасы өзгерді. Сұрақ жоқ, кек көз. Арман келмей кетті. Біреулер дұрыс істеді деді, біреулер қорқақ деді. Ал мен үшін ол өмірімдегі бір шындықты ашып берген адам болып қалды. Бір айдан кейін күйеуім, сен кет деді. Өзің үшін кет. Мен сені байлап ұстап отырғым келмейді. Бұл оның соңғы ерлік еді. Мен кеттім. Бірақ жеңілдеп кеткен жоқпын. Өйткені кейбір таңдау дұрыс болса да із қалдырады. Қазір мен жалғызбын. Бірақ өзімді тірі сезінем. Кейде айнаға қарап тұрып өзіме сұрақ қоямын. Басқаша жасауға болар ме еді? Жауап жоқ. Тек бір шындық бар. Мен жаман әйел болғаным үшін емес, адам болғаным үшін құладым. Ал өмір ешкімді аяп тұрған жоқ. Араға бірнеше жыл өтті. Уақыт бәрін емдейді дейді. Жоқ. Уақыт тек ауырған жерді тыныштандырады, бірақ ізін өшірмейді. Мен қазір басқа қаладамын. Бір бөлмелі пәтер. Терезесі тар көшеге қарайды. Таңертең жұмысқа барамын, кешке қайтамын. Кейде біреулермен сөйлесемін, бірақ ішімдегі әңгімені ешкімге айтпаймын. Күйеуім туралы хабарды 3-ші жылы естідім. Ол тірі, бірақ жалғыз. Мен кеткеннен кейін ешкімді жолатпапты. Анасы қайтыс болған. Үйі бұрынғыдай, бірақ іші бос дейді. Бұл хабар мені қуантпады да, жұбатпады да. Тек жүрегімде бір салмақ пайда болды. Бір күні базарда Арманды көрдім. Күтпеген жерден, күтпеген сәтте. Ол өзгеріп кетіпті. Көзінде баяғы батылдық жоқ. Біз амандастық. Қалайсың деді. Тірімін дедім. Осы екі сөз бәрін айтты. Ол отбасылы екен. Бір баласы бар. Мен ішімнен қуандым. Шынымен, өйткені біздің тарихымыз жалғасу үшін емес, ояту үшін болған екен. Қоштасарда ол кешір деді. Мен басымды шайқадым. Кешіретін ештеңе жоқ дедім. Себебі, кейбір нәрселерді кешіру де, айыптау да мүмкін емес. Қазір мен кейде түнде оянып кетемін. Сол кездерде өзіме бір ғана сұрақ қоямын. Егер бәрі қайта басталса, солай істер ме едім? Жауабын әлі таппадым. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Махаббат кейде адалдықты емес, шындықты талап етеді. Ал шындықтың бағасы әрқашан ауыр. Егер сен осы әңгімені тыңдап отырып, бір сәтке болса да ойланып қалсан, онда бұл оқиға босқа айтылмаған. Өйткені кейбір әңгімелер үйрету үшін емес, түсіну үшін керек. Өмірімдегі бір шындықты ашып берген адам болып қалды. Бір айдан кейін күйеуім, сен кет деді. Өзің үшін кет. Мен сені байлап ұстап отырғым келмейді. Бұл оның соңғы ерлік еді. Мен кеттім. Бірақ жеңілдеп кеткен жоқпын. Өйткені кейбір таңдау дұрыс болса да, із қалдырады. Қазір мен жалғызбын. Бірақ өзімді тірі сезінем. Кейде айнаға қарап тұрып өзіме сұрақ қоямын. Басқаша жасауға болар ме еді? Жауап жоқ. Тек бір шындық бар. Мен жаман әйел болғаным үшін емес, адам болғаным үшін құладым. Ал өмір ешкімді аяп тұрған жоқ.